Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 24-ші сабақ 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлу. Бірінші мысалда берілген өрнектерді қандай екі топқа бөлуге болады? Бұл жерде қалдықпен бөлінетін және қалдықсыз бөлінетін сандар деп екіге бөлуге болады. Мына жерде соңы нөлге аяқталатын сандар қалдықсыз бөлінеді, мына екеуі, ал қалғандары уже қалдықпен бөлінетін сандар. Көп таңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықпен бөлу үшін бөлінгіштің соңында қанша 0 болса, бөлгіштің соңында қанша 0 болса, бөлінгіштен сонша цифрды бөліп алу керек. Қалған сан бөліндінің мәні болады, ал бөліп алынған цифр қалдық болады. Енді осыны түсіндірейін. 540.123-ті 10-ға бөлу керек. Бұл сан қалдықпен бөлінеді. 10-ның соңында 1 0 бар, демек мына жақтан сол цифрды, сонша цифрды бөліп алып қаламыз. Сонда бізде 54.012 деген сан қалады. 54.012-ге тең, ал біздің бөліп алған цифрымыз ол қалдық. Мына жерде 72.432-ні 100-ге бөлу керек, 2 0 бар. Бізде 2 0-дің орындағы 32, ол қалдық болады. Сонда мәні 724-ге тең, 32 қалдық қалады. Мына жерде 3 0, 1, 2, 3. Соң жағындағы 3 0-ді алып қаламыз, бөліп. 84-ге тең мәні 21 қалдық. Мына жақта 1, 2, 3, 4 0, 4 цифрді алып қаламыз. 6-ға тең болады да 3123 қалдық болады. Төртінші есеп. Әуе рейсіне 2 отбасы тіркелді. Бір отбасында 5 адам, ал екіншісінде 4 адам бар. Олардың әрқайсысы жүк бөліміне 2 шабадан тапсырды. Егер бір шабадан 12 килограмм тартатын болса, барлық тапсырылған жүк қанша килограмм болады? Бірінші отбасында 5 адам болса, әрқайсында 2 шабаданнан болса, барлығы неше шабадан? Және бір шабадан 12 килограмм болса, сонша адамда қанша килограмм шығады, соны есептейміз. Ол үшін 5 пен 2-ні көбейтеміз, сөйтеміз да, оны 12-ке көбейтеміз. Мынау біздің шабаданның саны, мынау әр шабаданның массасы. Сонда бізде 120 килограмм жүк бірінші отбасында. Екінші отбасында тура табамыз, солай. Тура солай табамыз. Сонда екінші отбасының жүгі 96 килограмм шықты. Енді барлығын табу үшін екеуін қоса саламыз. 120 мен 96-ны қосамыз. Сонда бізде 216 килограмм шықты. Осы екі отбасында барлық тапсырылған жүк 216 килограмм шықты. Ә бөлігінде ұшақтың балаларға арналған билеті 198 евро тұрады. Ал ересектерге арналған билет одан 2 есе қымбат. 2 ересек адамнан және 3 баладан тұратын отбасына билет сатып алу үшін қанша евро төлеу керек? Евроны қандай қағаз ақшалармен есептеуге болады? Әуелі біз ересекке төленетін билеттің ақшасын біліп алуымыз керек. Ол үшін 198-ді 2-ке көбейтеміз. Сонда 396 евро ересектердің билетінің бағасы. Енді бізде 2 ересек бар. Демек, осы 396-ны 3-ке көбейтеміз, және 3 бала бар. Балалардың билетінің бағасы мынандай, оны 3-ке көбейтеміз, сөйтіп екеуін бір-біріне қосамыз. Балалардың билетінің құны 594 шығады. Ересектердің билетінің құны 792-ге тең. Екеуін қосатын болсақ, 1386 евро шықты. Осынша ақша төлеу керек. Ал осы 1386 евроны мынандай қағаз ақшалармен жинауға болады. 500-дік евродан 2, 200-дік, 100-дік евро, 50, 20 евро, 10 евро, 5 евро. Бұның бәрі қағаз ақшалар, ал соңғы 1 евромыз ол монета болады. 5-ші, көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте.
1 сантиметр квадратымызда 100 миллиметр квадрат болатын болса, 10 сантиметр квадратта 1000 миллиметр квадрат шығады. 1 метр квадратты сантиметр квадратпен өрнектейміз. Сонда бізде 10.000 сантиметр квадрат шығады. Бұл дегеніміз тағы да 100-ге көбейтеміз. Миллиметр квадратқа айналдыру үшін. Сонда бізде миллион миллиметр квадратқа тең болды. Келесі, егер бізде миллион метр квадрат болса, ол қанша километр квадрат? 1 километрде 1000 метр бар, ал километр квадратта миллион. Демек, біздің мына миллионымыз 1 километр квадратқа тең екен. 5 дециметр квадратты сантиметр квадратқа айналдырамыз. Сонда бізде 500 сантиметр квадрат шығады. Егер оны миллиметр квадратқа айналдыратын болсақ, онда 50.000 сантиметр квадрат шығады. 6-шы есеп. Әлия квадрокоптерге ақша жинап жүр. Егер ақшасы жетпей қалатын болса, үлкен ағасы ақша қосып беруге де уәде берді. Қай модельді сатып алуға ақшасы жетеді? Басқа модельдерді сатып алу үшін қанша ақша қосу қажет? Ал Әлияда мынанша ақша бар. 100, 20 және 50 евролар. Сонда Әлияда барлығы 170 евро бар. Егер ол 165 евро тұратын квадрокоп сатып алатын болса, онда оның қанша ақшасы қалады? 5 евросы артылып қалады. Ал егер 195-тік квадрокоп сатып алғысы келетін болса, 192 евро тұратын. Онда біз осы ақшадан өзінде бар ақшаны азайтуымыз керек. Сонда оған 22 евро жетпей қалады екен. 210 евро тұратынын алатын болса, тағы да одан 170 евросын азайтып тастаймыз. Сонда оған 40 евро жетпей қалады, осынша ақша қажет болады. 8-ші. 3 ағайынды үстелде жатқан жаңғақтарды қалай бөлуге болатынын ойлануда. Арман былай деді: егер әрқайсымыз 8 жаңғақтан алатын болсақ, 2-і артық қалады. Ал 9 жаңғақтан алатын болсақ, 1 жаңғақ жетпей қалады. Үстелде барлығы қанша жаңғақ болған? Әр балаға 8-ден беріп көрейік. Мынау 8 алса, мынау 8 алса, 2-і артық қалады дейді. Сонда мынанікі 8 емес, 10 болады деген сөз. 2-і артық. Ал егер 9-дан алатын болса, мынау 9 жаңғақ алды, мынау 9 алды, үшіншісіне 1 жаңғақ жетпей қалады. Демек, оныкі 8 деген сөз. Енді осыларды қосып көрейік. Мына үшеуін қосып көрейік. Сонда бізде 26 жаңғақ шықты. Мына үшеуін қосып көрейік. 18, 18-ге 8 қоссақ 26. Демек, үстелде барлығы 26 жаңғақ жатыр. 9-шы тапсырма: қалдықпен бөлуді орындаймыз. Жүздіктің 2 нөлдің орында тұрған сан қалдық болады да, қалғаны мәні болады. 459-ға тең, 58-ге тең, 59 қалдық. Мына жерде 3 нөлдің орында тұрған қалдық 985-ге тең, қалғаны қалдық. Мына жерде 0-дің орында тұрған сан қалдық болады. 5 қалдық. Мына жерде 100-дің орында тұрған сан қалдық болады. 2542-ге тең және 1 қалдық. Мына 0-ді қалдыққа санамаймыз. 1 қалдық қалады. Мына жерде қалдық 682-ге тең және 2 қалдық. Мынау қалдық болады, өйткені 0-ді қалдыққа санамаймыз. Мына жерде мына жер мінекей. Сонда 7034 мәні болады да, 70 қалдық қалады.
Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып қойыңыз, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Және маған тіркеліп қойыңыз. Келесі сабақтарда кездескенше.